Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. 13-ші күн. Әр күнді махаббатпен бастау. Бүгін сіз таңды қалай бастағаныз сол күнгі тәжірибеңізге алатын әсеріңізге тікелей ықпал ететінін түсінесіз. Позитивтің күші бәрін жақсы жаққа қалай өзгертіп әкететінін көресіз. Құттықтаймын. Сіз курстың алғашқы 12 дәрісін аяқтадыңыз. Сенім шаблондарын өзгерту және жағымсыз эмоциялардан алу үшін айнамен жұмыс істеп үйрендіңіз. Айнамен жұмыстың құдіретін сезініп, ол сіздің өміріңізді қалай өзгертетінін түсіне бастадыңыз ба? Ал бүгін сіз өміріңіздің белгілі бір саласын реттеу үшін айнамен жұмысты қалай пайдалануға болатынын үйренесіз. Әдетте күніңіз қалай басталады? Алдымен осыны талқылайық. Таңертеңгі алғашқы сағат өте маңызды екенін білесіз бе? Оны қалай өткізетініңіз күннің қалған бөлігінде болатын жағдайларды анықтайды. Бүгінгі күнді қалай бастадыңыз? Оянған кезде аузыңыздан шыққан алғашқы сөздер қандай болады? Өміріңізде не нәрседен пайда жоқ екені жайында ойландыңыз ба? Негізі күніңізді қалай бастасаңыз өміріңізді де солай өткізесіз. Айнаға алғаш қарағанда не айтасыз? Душ қабылдағанда өзіңізбен не жайында сөйлесесіз? Киінгенде ше? Үйден жұмысқа қандай көңіл күйде шығасыз? Жай ғана есіктен апыл-ғұпыл шығып кетесіз бе, әлде әуелі жақсы бір нәрсе айтасыз ба? Көлікке отырғанда не істейсіз? Жұмысқа барысқаныңызды айтып бір бұлқылдап аласыз да есікті тарс жабасыз ба, әлде жолда көлік кептелісінен Құдай сақтасын деп тілек тілейсіз бе? Көп адам өз күнін о Құдай, тағы бір соңғы күн басталды, ұйқымды қиып тұруым керек, құрып кеткір деген оймен бастайды. Егер күніңізді жақсы оймен бастамасаңыз, сізде ешқандай жақсы күн болмайды. Таңғы уақытта барынша жеккөрінішті ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасасаңыз, сіздің күніңіз де жексұрын бір күн болады. Менің көп жылдар бойы жасап келе жатқан таңғы әдетім бар. Ояна сала жақсы ұйықтағаным үшін төсегіме алғыс айтамын. Бұл сәт бірнеше минутқа созылады, өйткені мен күнімді позитивті ойлармен бастаймын. Өзіме былай деймін: бүгін жақсы күн. Бүгін шынымен де жақсы болады. Содан кейін тұрып жуынып бөлмеге барамын да жақсы жұмыс істегенім үшін денеме алғыс айтамын. Азғантай уақытым керіліп созуға арналады. Жуынатын бөлменің есігінде бүкіл денемді созуға қолданатын белтемірім бар. Турниктен ұстап тіземді кеудеге 3 рет көтеремін, содан кейін біраз тартылып тұрамын. Таңертең денені созу икемділік пен денсаулықты сақтау үшін өте пайдалы екені белгілі. Біраз уақыт тартылғаннан кейін бір шынаяқ шайымды қайнатып төсегіме апарамын. Мен төсегімді жақсы көремін. Кітап оқығанда немесе жазу жазғанда сүйеніп отыруға төсегімнің бас жағы ыңғайлы етіп жасалған. Сосын ғана орнымнан тұра бастаймын. Күннің қалған бөлігі басталуына 2 сағат қалғанда осы уақытты өзіме арнауға тырысамын. Шаруаларымен асықпай жайбарақат айналысқан ұнайды. Мен асықпауды үйрендім. Сіз таңертеңнен балаларды мектепке апаратын, өмірі жанталасып асығып жүретін ата-ана болсаңыз, немесе күн сайын жұмысқа ерте баруыңыз керек болса, ең болмаса демалыс күнін дұрыс бастау, өзіңізге біраз уақыт арнау маңызды. Мен таңертең осы қысқа уақытты өзімен оңаша өткізу үшін ерте оянғанды жөн көремін. Өзіңізге 10 немесе 15 минут уақыт арнасаңыз да бұл өте маңызды. Таңертең тұрғанда өзіңіз жақсы көретін бір ісіңізді жасау немесе көңілге қонымды сөздер айту маңызды. Сіз үшін ең керемет күн қандай, соны жасаңыз. Өміріңізге осы өзгерісті бірден енгізудің қажеті жоқ. Бір таңғы рәсімді таңдап содан бастаңыз. Рәсімді аяқтағаннан кейін басқасын таңдау жаттығуды жалғастырыңыз. Шамаңызға қарап істеңіз, өзіңізді шаршатпаңыз. Есіңізде болсын, ең бастысы өзіңді жақсы сезіну. Аффирмация жасайық. Бүгін мен керемет жаңа күн мен керемет болашақты өзім қолдан жасаймын. 13-ші күннің айна жаттығуы. Бірінші, таңертең оянып көзіңізді ашқанда өзіңізге келесі мына аффирмацияларды айтыңыз. Қайырлы таң төсегім. Осыншама жайлы болғаның үшін рахмет. Сені жақсы көрем. Бүгін берекелі күн. Менде бәрі жақсы. Бүгін жасауым керек нәрсенің бәріне уақытым бар.
Екінші, тағы бірнеше минут жайланып жатып осы аффирмацияларды ойыңыздан өткізіңіз. Содан кейін оларды жүрегіңізбен және бүкіл тәніңізбен сезініңіз. Үшінші, төсектен тұруға дайын болғанда жуынатын бөлменің айнасына барыңыз. Көзіңізге үңіле қараңыз. Ар жақтан сізге қарап тұрған әдемі, бақытты, емін-еркін жанға күлімсіреңіз. Төртінші, айнадан көз алмаған күйі мына аффирмацияларды айтыңыз. Қайырлы таң атыңызды атаңыз. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шын жақсы көрем. Бүгін бізді тамаша тәжірибелер күтіп тұр. Содан кейін өзіңізге қошемет сөздер айтыңыз. Бүгін күшті болып тұрсың. Сенің жымиғаныңа ештеңе жетпейді. Бүгінгі күнің керемет өтсінші. Ғаламат күш ішіңізде. 13-ші күннің күнделік сұрақтары. Бірінші, өзіңіз үшін таңда жасалатын әдеттер ойлап табыңыз. Күнді жағымды оймен, қуанышпен бастау үшін жасай алатын бүкіл қадамдарды жазыңыз. Екінші, таңғы рәсімнің әр кезеңінде айтуға болатын 2-3 аффирмация жазыңыз. Киініп таңғы ас дайындап жатқанда, көлікке отырып жұмысқа бара жатқанда айтуға ыңғайлы аффирмациялар болсын. Үшінші, егер күнделікті рәсіміңізге қосымша аффирмациялар қажет болса, мен Шерил Ritchsonмен бірге жазған You Can Create an Exceptional Life кітабының соңындағы аффирмацияларды қараңыз. 13-ші күнгі жүректегі ойлар. Өмірдің жаңа есіктерін ашамын. Сіз өмір дәлізінде тұрсыз және артыңызда көп есіктер жабылды. Ол есіктер сіз енді ешқашан жасамайтын, сөйлемейтін немесе ойламайтын нәрсені, яғни сізде бұдан былай жоқ тәжірибені білдіреді. Алдыңызда көп есіктер тұратын шексіз дәліз бар, оның әрқайсысы жаңа тәжірибеге ашылады. Алға жылжи келе неше түрлі таңғажайып оқиғалар есігін ашқыңыз келетінін көресіз. Оның ішінде қуанышқа, тыныштыққа, сауығуға, өркендеуге және сүйіспеншілікке ашылатын есіктер бар. Сондай-ақ түсіністік, жанашырлық және кешірім есіктері де кездеседі. Бостандыққа апаратын есік тағы бар. Өзін-өзі бағалау және өзін құрметтеу есіктері де. Өзіңді сүюге апаратын есік. Осының бәрі сіздің алдыңызда тұр. Бірінші қай есікті ашасыз? Ішіңіздегі жол нұсқаушы сізді ең жақсы жолдармен жететініне және өзіңіздің де үздіксіз рухани өсіп отырғаныңызға сеніңіз. Қай есік ашылып, қайсысы жабылса да, сіз әрқашан қауіпсіз жердесіз. 13-ші күннің медитациясы. Махаббатқа бөлейтін позитивті аффирмациялар. 13-ші күннің аудиосы. Күндердің бір күні бұл аффирмациялар сіз үшін шындыққа айналады, сондықтан санаңызды осы ойлармен толтыруға мүмкіндік беріңіз. Оларды қуана-қуана жиі қайталап отырыңыз. Кейде өзім жақсы көретін адамдардан оларды одан сайын қаттырақ жақсы көру үшін не істей алатынымды сұраймын. Менің таңдауым махаббат көзімен айқын көру. Маған көргенім ұнайды. Мен өміріме махаббат пен романтика әкелемін, оны қабыл алуға дайынмын. Айналам толған махаббат, ал қуаныш бүкіл әлемімді толтырып тұр. Күн сайын алдымнан шығатын махаббатқа шаттанамын. Айнаға қарап, мен сені жақсы көрем. Сені шын жақсы көрем деп айтуға ыңғайсызданбаймын. Мен енді махаббатқа, романтика, қуаныш пен маған өмір ұсынатын бар жақсылыққа лайықпын. Мені махаббат қоршап тұр. Менде бәрі жақсы. Мені шын сүйетін адаммен жайдары жарқын қарым-қатынастамын. Мен әдемімін, мені бәрі жақсы көреді. Қайда барсам да мені махаббатпен қарсы алады. Мен өзіме тек сауатты қарым-қатынасты тартамын. Маған адамдар әрқашан жақсы ниетпен қарайды. Өмірімдегі бүкіл махаббат үшін алғысым шексіз. Оны мен барлық жерден табамын.